Атырауда діни тұрақтылықты қалыптастыру үшін мешіттердің жанынан жасалынып жатқан жұмыстарға келетін болсақ, ең бірінші халықты ағартушылық жұмыспен айналысып жатырмыз. Ол үшін біздер заманауи тұрғыдан сайтымыз ашылды мешіттің жанынан, және студиямыз ашылды. 7 бағыт бойынша, яғни уағыз насихат бағыты, жат ағым өкілдерімен күресу, оның алдын алу бағыты, сондай-ақ әлеуметтік желілер, қайырымдылық шараласы және ихсан деген ұғым. Діни басқарма тарапынан берілген тапсырмалардың аясында жұмыстар жасалынып жатыр. Ең бастысы кадр мәселесін қалыптастыру керек. Ол үшін де біз мешіттердің жанынан арнайы діни сауатты арттыру және болашақ кадрды дайындайтын орталық ашқанбыз. Ол жерден осы Атыраудың өзінің туып өскен жастарын жатып оқытқызып, Құранды толықтай жаттап шығатын, және де қазіргі таңдағы діни пәндерді, яғни ақида, фиқ дейміз, тағы да араб тілі, осы мәселелердің барлығын егжей-тегжейлі үйрететін ұстаздарды әкелу арқылы кадрларды дайындап жатқан жайтымыз бар. Жас мектептегі балаларды да жатып оқытқызатын діни сауатын да ашып, болашақта басқа жат ағымға кетіп қалмау мақсатында да медресе салып жатқан жайтымыз да бар. Яғни мектептегі қабырғадағы балаларда болашақта ол заңгер болуы мүмкін, дәрігер болуы мүмкін, ұстаз болуы мүмкін, бірақ ең бастысы өзінің ата-бабадан келе жатқан дәстүрлі дінді де біліп шығу үшін осындай бір медресе салынып жатыр. Әлеуметтік желілерді қолға алуымыз, өйткені ол жерде қазір жастардың барлығы сол жерден ақпараттар алып отыр. Дұрыс ақпараттарды мешіттің жанынан алсын деген мақсатта осылай жасалынып отыр.